Жаңаөзендегі бүліктен зардап шеккендер қазір өз арыздарынан бас тартпайтын болса, кейін шығындарын өтете алмайды. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков бүгінгі брифинг барысында келтірілген залалды оған жауапты адамнан өндіру қажет екенін айтты. Фото, бейне, жазу аппаратураларын қолдануға тыйым салуы сот талқылауының қалыпты жағдайын қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты. Ол айдан анық, ол аппаратураның сот мәжілісі барысында қолдану қандай да бір кедергілер туғызады. Сонымен қатар сотқа қатысушылар тарапынан олардың алаңдауына себеп болады, жан-жаққа қарауына. Айта кетсек, Жаңаөзендегі бүлікке байланысты Ақтау қаласында өтіп жатқан сот процесі барысында тыңдалған 11 зардап шегушінің 8-і өз арыздарынан бас тартқан болатын. Жанып кеткен дүкендер мен киіз үй иелеріне келтірілген материалдық шығын көлемі 100 мыңнан 4 миллион теңгеге дейін жеткен. Сондай-ақ кеше өртенген сауда орталығының иесі де 50 миллион теңге көлеміндегі шығынын өтеп алудан бас тартты. Сот отырысы қаладағы Арман жастар орталығында өтіп жатыр. Қылмыстық іс бойынша 37 адам, 188 жәбірленуші, 45 куә тыңдалуда. Сондай-ақ сотта полицейлер де жауап бере бастады.